Сәлем достар, менің аты-жөнім Әсем Әлмұхамбет, және бүгінгі видеода мен сіздерге Америка университеттеріне құжаттарды қалай тапсыратыныңызды степ-бай-степ, яғни қадам-қадам бойынша барлығын айтып, түсіндіріп, ауыздарыңызға салып беремін. Сондықтан да дәптерлеріңіз бен қаламдарыңызды дайындап, маңызды ақпараттардың барлығын өзіңіздеріңізге түртіп алыңыздар, себебі осы видео барысында өте маңызды ақпарат айтылатын болады. Мен өзім Америка құрама штаттарында магистратурада оқыдым, және де мен осы құжаттардың барлығын Америка университеттеріне тапсырған болатынмын, және сол уақытта маған дәл осындай барлығын бастан аяғына дейін түсіндіріп беретін видео қажет болған еді. Сол себепті мен қазір осы басқаларға да, енді тапсырайын деп жатқандарға, немесе болашақта тапсыру ойында бар адамдарға қажет болар деген ниетпен осы видеоны түсіремін деп шештім. Ал дайын болсаңыздар, кеттік. Сіз интернеттегі мынау жолаққа университетіңіздің атын жазасыз. Мәселен, мысал үшін сіздерге USC-ді алайық. Одан кейін барып admission деп міндетті түрде жазасыз. Admission себебі осы құжат қабылдау, құжатты оқуға түсуге барлығына жауап беретін осы admission болғандықтан университет аты, одан кейін admission жазасыз. Одан кейін барып graduate немесе undergraduate. Graduate дегеніміз бұл бакалаврдан кейін оқылатын магистратура немесе PhD, ал undergraduate деген бакалавр. Мәселен, сіз магистратураға тапсырайын деп жатырық деге, онда сіз graduate деп жазасыз. Одан кейін барып, өзіңіздің оқиын деп жатқан, біздіше айтқанда факультетіңізді жазасыз. Мәселен, public relations, е? Міне менде уже дайын тұр. Міне осы университеттің атын admission, одан кейін graduate немесе undergraduate екеуінің бірі сізге қайсы қажет, соны жазып, және өзіңіздің факультетіңізді жазғаннан кейін осындай сізге барлық ақпарат шығады. Яғни сізге қандай құжаттар керек, ол құжаттар қандай, қалай жазылу керек, тіпті мына уәждемелі хат қанша бет болу керек, уәждемелі хатта қандай ақпарат болу керек, және қандай сұрақтарға сіз жауап беруіңіз керек деген секілді барлық ақпарат жазылған. Мәселен, мынадан бастайық. When the application deadline, яғни бұл құжат қабылдау қашан басталады? Міне жазылған. February 2025 жылы уже құжат қабылдау биылдыққа аяқталды. Ал жаңадан ашылған кезде міне осы жерде жаңа ақпарат болады. Екінші, what content should be my application resume? Яғни сіз резюме жібересіз, және де ол резюмеде қандай ақпарат болу керек, осының барлығы сізде жазылған. Одан кейін сіз уәждемелі хат, яғни personal statement жазасыз. Тіпті міне осы уәждемелі хатта міне сұрақтар жазылған, осы сұрақтарға жауап беруіңіз керек дейді. Және in 2 to 4 page дейді. Яғни ол жерде 2-ден 4 бетке дейін болу керек, одан көп немесе аз болмау қажет. Сол себепті мына ақпаратты оқу өте маңызды. Себебі өздерінің талаптары бар, және де сіз барлық талапқа жауап беруіңіз керек. Міне writing sample дегеніміз бұл әр университеттің өзінің қосымша тапсырып жатқан факультетіңізге байланысты құжаттар тапсыруы мүмкін. Мысалға public relations'та бұл деген сіздің жазған мақалаңыз, немесе түсірген видеоңыз, және тағы да басқа дейді. Мына жерде екі уәждемелік қанша адамнан мінездеме хат берілу керек. Мына жерде барлық нұсқаулық бар, қалай көрсету керек, қалай жібереді. Мына жерде recommendation names and email addresses дейді. Яғни сіз мейлердің өзіңіздің аккаунтыңызға құжат тапсыруды бастаған кезде сізге мінездеме беретін адамның email почтасын, аты жөнін жазасыз, және де олар сол сілтемені сол адамның имейлына жібереді. Сол сілтеме арқылы олар өтіп, өздерінің сіз мінездемесін жазады. What admission test scores are required дейді. Мына жерде тіпті қандай тест тапсыру керек, қандай тестті, ол қанша нәтижесі болу керек, соның барлығы міне жазылған. Мәселен, TOEFL тапсыратын болсаңыз, PhD-ға 100 және жоғары, әр секциядан 20 болу керек. Мастерс программ дейді, яғни сіз магистратурада оқитын болсаңыз, 90 және де әр неден 20 болу керек. Ал егер IELTS тапсырам десеңіз, нәтижесі осындай 6,5 немесе PhD-ға тапсыратын болсаңыз 7 болу керек деген секілді. Тіпті барлығы осындай қанша балл болу керектігіне дейін барлығы жазылған.
Мына жерде what financial support is available, яғни әр университетінің өзінің шәкіртақысы, өзінің жеңілдіктері барлығы бар. Сол арқылы мынау дәл осы өзіңіз тапсырайын деп жатқан университетте қандай жеңілдіктер бар, оның барлығы да осы сайтта барлығында жазылған, өздерінің сайттарында. Және де мен болашақта видеода міндетті түрде Америка университетінде оқу қымбат. Ол қымбат болғандықтан, бірақ көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Одан көптеген шәкіртақылар, жеңілдіктер, тіпті барлық шығынды өтейтін түрлері бар университеттердің. Сол қандай университеттер, қандай шәкіртақылар бар, оның барлығын алдағы видеода мен сіздерге айтамын. Сол себепті каналға міндетті түрде жазыңыз. Біз ары қарай кететін болсақ, міне application requirements дейді. Міне осы жерде нақты қандай құжаттар қажет, соның барлығын жазған. Және де мына жерде біз қазір аккаунтты создавать етіп, осы арқылы құжаттарыңызды тапсырыңыз деп міне сілтемесін көрсеткен. Бұған біз ораламыз. Әзірше астына түсіп тағы да қандай ақпарат бар екенін көрейік. Official transcripts дейді. Яғни бұл жерде сіздің дипломыңыз, егер де бакалаврға тапсыратын болсаңыз, мәселен, сіздің аттестатыңыз мектеп бітірген туралы бағасымен, және ол міндетті түрде ағылшын тіліне аударылған болу керек. Ал егер де сіз магистратура немесе PhD-ға тапсыратын болсаңыз, онда сіз бакалавр университетінің дипломы транскриптімен және ағылшын тіліне аудармасымен қалай жібереді, соның барлығы міне осы жерде жазылған. Міне application fee дейді. Әрбір университеттің өзінің несі болады, фи, яғни сіз құжатты жібергеннен кейін сол құжатты жіберу үшін де ақша төлеуіңіз керек. Ол университеттің application fee әртүрлі болады. Мәселен, USC-да міне $90. Ол басқа университетте $70 болуы мүмкін. Бір университетте тіпті 100-ден асуы мүмкін. Бірақ егер де сіздің оған төлейтін жағдайыңыз болмаса, мына жерде міне fee waiver дейді. Егер осы мынау сілтеме арқылы өтіп, ол жерде сіз қандай жағдайда адамдар мұны application fee-ді төлемеуге болады, және де сіз өзіңіздің онда жағдайыңыз жоқ екенін оны төлеуге, соны дәлелдеу үшін қандай құжаттар керек, соның барлығы міне осындай сілтемелер арқылы көрсетілген. Сондықтан да осы мен айтқан инструкция бойынша университеттің сайтына кіретін болсаңыздар, барлық қажетті ақпаратты табасыз. Ал енді біз жаңағы құжатты онлайн қалай тапсырады, соған өтейік. Яғни сіз Америкаға университетке барлық құжатты онлайн тапсырасыз. Міне сілтеме арқылы өттік, бізге алдымыздан жаңа парақша шығады. Бұл жерде міне осы парақшада біз әлі өзіміздің аккаунтымызды создавать еткен жоқпыз. Сол себепті біз create an account дейді. Яғни біз өзіміздің аккаунтымызды құруымыз керек. Аккаунтымызды құрғаннан кейін біз міне осындай аккаунтымыз құрылады. Өзіміздің логиніміздің, өзіміздің пароліміз болады. Сол арқылы кіріп құжаттарының барлығын тапсырасыз, және де міндетті түрде ол бір күннің ішінде немесе бірнеше сағаттың ішінде барлық құжатты тапсыру керек деген сөз емес. Сізде оны бірнеше күн тапсыра аласыз. Мәселен, бүгін бір бетін толтырып қойсаңыз, ертең екінші бетін деген секілді. Енді мысалы create an account дейді. Өзімізге аккаунт создавать етіп көрейік, ол қандай сұрақтар бар екенін. Мына жерде міне өзіңіздің аты жөніңіз, middle name дейді. Бұны біз сіз әкеңіздің аты дегенмен шатастырмаңыз. Америкада middle name болады, яғни олар Роза және Марин деген болуы мүмкін. Роза деген бірінші аты, Марин екінші аты деген. Сондықтан да сіз middle name'ді, бізде әдетте ондай middle name жоқ, бізде бір ат беріледі. Сол себепті бұл жолақ бос қалады. Сіздің фамилияңыз, тегіңіз, және де суффикс мистер, миссис, бұл деген өзіңіздің тұрмыстасыз ба, тұрмыста емессіз бе, соған байланысты мына суффикстар өзгеріп тұрады. Email адресіңізді жазасыз, және де бұл жерде өзіңіздің қазақстандық номеріңізді жазасыз. Себебі өздеріңіз көріп отырғандай мына жерге түрлі елдің жалаулары көрсетілген. Біз осы жерден Қазақстанды тауып, қазақстандық номерді жазамыз. Және де бұл жерде екі номер көрсетілу керек. Біріншісі бұл міне Қазақстанды таптым, және де осы жерге міне қазақстандық номерді жазасыз. Екіншінде дәл осылай Қазақстанды тауып, қазақстандық номерді жазасыз. Және де егер бір
сұрақтар болатын болса, міне осы номер қажет болады оларға. Осы жерде өзіңіздің логиніңізді, өзіңіздің құпия сөзіңізді мынау инструкция бойынша құрасыз. Одан кейін барып, міне өзіңіздің аккаунтыңыз, осыны басқаннан кейін өзіңіздің аккаунтыңыз нетіледі, құрылады, және сол аккаунтыңызда уже барлық сұрақтарына жауап беріп, барлық құжаттарларыңызды жүктеп жібересіз әр университетке. Қысқаша айтқанда, міне осындай. Әр университеттің құжат қабылдау уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Сол себепті сіз өзіңіз тапсыратын университеттің сайтына кіріп, құжат қабылдау қашан басталады, және ол қанша уақытқа созылады, қашан аяқталады, соның барлығын хабардар болып отыруыңыз керек, кешігіп қалмау үшін. Ол жерде тіпті сағатына дейін барлығы жазылған. Және де сіз жалпы құжатты мен өзім видеода көрсеткендей тапсырсаңыз, яғни университет сайт арқылы тапсырсаңыз болады, өзіңіз тапсыратын, немесе басқа да екі сайт бар, бұл Common App деп аталады, яғни сол Common App арқылы сіз бірнеше университетке құжат тапсыра аласыз, және де екінші бұл Coalition App. Сол Coalition App арқылы да сіз құжаттарыңызды университетке тапсырасыз. Яғни сіз өзіңізге қайсысы ыңғайлы, соны таңдап, сол арқылы құжаттарыңызды онлайн тапсырсаңыз болады. Әр университеттің құжат қабылдау уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Сол себепті сіз өзіңіз тапсыратын университеттің сайтына кіріп, құжат қабылдау қашан басталады, және ол қанша уақытқа созылады, қашан аяқталады, соның барлығын хабардар болып отыруыңыз керек, кешігіп қалмау үшін. Ол жерде тіпті сағатына дейін барлығы жазылған. Және де сіз жалпы құжат мен өзім видеода көрсеткендей тапсырсаңыз, яғни университет сайт арқылы тапсырсаңыз болады, өзіңіз тапсыратын, немесе басқа да екі сайт бар, бұл Common App деп аталады, яғни сол Common App арқылы сіз бірнеше университетке құжат тапсыра аласыз, және де екінші бұл Coalition App. Сол Coalition App арқылы да сіз құжаттарыңызды университетке тапсырасыз. Яғни сіз өзіңізге қайсысы ыңғайлы, соны таңдап, сол арқылы құжаттарыңызды онлайн тапсырсаңыз болады. Америка университеттеріне сіз міндетті түрде экзамендер тапсырасыз. Себебі Қазақстанда ағылшын тілі бұл ресми тіл болмағандықтан, сіз міндетті түрде ағылшын тілін деңгейіңізді дәлелдеу үшін сіз IELTS немесе TOEFL тапсырасыз. Сіз тапсырған кезде ойлауыңыз мүмкін, сізге қолыңызға сертификат беріледі, сол сертификатты сканерлеп жіберем ба, жоқ әлде сайтқа жүктейін бе деген секілді. Америка университеттерінде нақты сертификатқа, яғни IELTS немесе TOEFL сертификатына қатысты өз ережелері бар. Ол былай, мәселен, сіз IELTS немесе TOEFL тапсыратын кезде университеттің кодын жазасыз, ол коды да университетінің сайтында бар. Сол нақты IELTS-қа арналған код, TOEFL-ға арналған код деген, сол кодты жазасыз. Сол кодты жазғаннан кейін барып IELTS-ты тапсырасыз. Сосын сіздің IELTS нәтижеңіз немесе TOEFL нәтижеңіз автоматты түрде онлайн сол университетке барады. Немесе сіз университетке 5 жыл бұрын тапсырған IELTS немесе TOEFL нәтижесінде жібере аласыз. 5 жылға бұл сертификат жарамды болып есептеледі. Мәселен, сіздің тапсырып жатқан университетіңізде шекті балл ол 7 балл болуы мүмкін. Сіз 5 жыл бұрын IELTS тапсырдыңыз және де қажетті 7 баллды жинап шықтыңыз. Дәл осы кезде сіз British Council арқылы мәселен тапсырған болсаңыз IELTS-ты, British Council-ға хабарласасыз да, міне осы университеттің коды, осы университетке осындай уақытта тапсырған IELTS нәтижесін жіберуіңізді сұраймын деп. Олар сол код арқылы сіздің сол уақытта 5 жыл бұрын тапсырған сертификатыңыздың нәтижесін, IELTS-тың нәтижесін сол университетке жібереді. Осы видео сізге пайдалы деп тапсаңыз, онда лайк басуды ұмытпаңыз, және міндетті түрде арнаға жазылып қоңырауды басыңыз. Себебі мен болашақта осы Америка университеттерінде қандай қаржылық көмектер бар, қандай жеңілдіктер бар деген секілді, қандай шәкіртақылар бар, сол туралы арнайы видео сіздерге түсіремін. Және де өзіңізде ұсыныстарыңыз болса, мынау елге тегін оқысам қандай бағдарламалар бар, немесе тағы да осы видеоға қатысты сұрақтарыңыз болса, онда комментарийға жазып өтіңіз. Оның барлығына міндетті түрде жауап беретін боламын. Менің видеом осымен тамам. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.